Сәлем достар, бүгін біз Code Force раунд 9-8-ді тағатын боламыз. Ол бізде дивизион 2. Тапсырмалардың орыс немесе ағылшын нұсқаларымен сіз Code Force сайтында таныса аласыздар. Бірақ мен қазақшаға аударылған нұсқасымен жұмыс істейтін боламын. Осы талдауда біз A тапсырмасынан бастап C тапсырмасына дейін талдау жасаймыз. Тапсырма A секретный спорт шектеулеріне қарасақ 3 секунд 512 мегабайт. Секретный спорт. Бізде 2 адам қатысатын ойын бар. Ойын сеттерден сеттер раундлардан құралған. Сетте жеңу үшін X раунд жеңу керек. Ойында жеңу үшін Y сет жеңу керек. Ойын тек ойыншының бірі Y сет жеңгеннен кейін аяқталады. Бірінші ойыншы A, екінші ойыншы B де белгіленеді. A немесе B әріптері. Берілген ойында N раунд болған, әр раунд жеңген ойыншыны білсек, бірақ X пен Y білмей, кім ұтқанын жауап ретінде қайтару қажет. Бірінші ойыншы жеңсе A әрібін, екінші ойыншы жеңсе B әрібін шығару қажет. Бізде әр раунд жеңген ойыншыны N символы бар S жауабынан бөлуге болады. SI бізде A-ге тең болса, A әрібіне бізде бірінші ойыншы жеңеді, ал SI B әрібіне тең болса, екінші ойыншы жеңгенін білдіреді. Есепті шешкен кезде қандай сұрақтар туралы ойлау маңызды. Бізге X пен Y санын білу маңыздың жауабы жоқ. Ойын қай жағдайда аяқталады? Ойыншының бірі Y сет жеңгеннен кейін ғана. Y сет жинаған ойыншы кім екенін қалай білуге болады? Ол ең соңғы раундты жеңген ойыншы. Дәлелдеу. Бізде ойын Y сет ойыншының бірі жинаған кезде аяқталады. Демек, ойын әрі қарай өтпесе, соңғы раундта жеңген бала Y сет жинаған. Бізге тек сол раундта жеңген ойыншының әріпін шығару керек. Яғни ең соңғы раунд. Есептің шартында айтылғандай, бір бала Y сет жинағанда ойын аяқталады. Демек, бізде ойын N раундтан құралған. Және де N раундында тоқталса, демек бір бала сол кезде Y сет жинаған. Демек, осы бірінші раундта бір өзгерістен кейін Y сет жиналды. Осы өзгерісті бөлу үшін SN символын қарау қажет. Ол B-ге тең болса, екінші ойыншы да өзгереді, ол Y сет жинайды. Ал A тең болса, бірінші ойыншы Y сет жинайды. Демек, біздің тапсырмамыз жай ғана осы S жолының соңғы символының қайтаруына айналады. Код асимптотика латен. Демек, жай ғана string-s, CNS, cout осы string-тің ең соңғы әрібі. Осы жерде асимптотиканың латен болуы кейбір адамдардың string-тің орнына char массивін қолдануы. N элементі бар. Демек, олардың for цикл N қадам жасап, сол кезде ғана char массивін толықтырады. Барлық әріптерін қабылдап. Екінші тапсырма B. Ол бізде 2 из 3 деп аталады. Шектеулері дәл сондай. 3 секунд 512 мегабайт. Тапсырма B. Бізге N элементі бар, A массиві берілген. Осы A массиві бойынша біз B массивті құруымыз қажет. Осы B массивіне берілген 3 шарттан тек 2 орындалу керек. Шарттар бізде осында берілген. Демек, массив индексін таңдауымыз керек. Екеуін I мен J. I тең AJ болған кезде
bi тең 1, bj тең 2. Және де әрі қарай bi тең 1, bj тең 3, bi тең 2, bj тең 3 деп шарттар бөлінеді. Сондай би массив құруға мүмкін болса оны шығару, мүмкін болмаса -1 шығару керек. Ол есеп шарты. Демек, осы 3 шарттан біз 2 шарт қана орындалатын би массивін құраймыз. 1 емес, 3 емес. Қатан тек қана 2 шарт орындауы тиіс деп айтылуда. Шешу. Бізде 3-тен 2 шарт орындауы керек. Орындалатын 2 шартты өзіміз таңдаймыз. Ол бізде осы 2 шарт болсын. Сонда бізде қалған 3-ші шарт орындалмауы тиіс. Демек, бізге алған заңдардың қиылыспауы қажет. Себебі осы 2 заң бір санда қиылысса, 3-ші заң орындалады. Себебі 1-2 мен 1-3 қиылысуы 2 мен 3 санының қиылысына келеді. Ол бізге бір сан үшін тек бір шарт орындалуы керек екенін айтады. Мысал, осы мысалдан бір сан мәні үшін бір шарт орындалуын көре аламыз. Демек, бір саны үшін бізде бірінші шарт орындалуда. 1, 2, 1 деп кетуде. 2 саны үшін бізде екінші шарт орындалуда. 1, 3 деп. 3 саны үшін бізде бірінші сан орындалуда. Демек, бастысы осы заңдардың қиылыспауы. Бір сан мәнінде. Демек, барлық мысалы осы 2 бір санына біз 1, 2 деген шартты алсақ, қалған бір мәндері де осы шартқа бағынуы тиіс. Шешу кезіндегі қандай сұрақтар пайда болуы мүмкін? Жауап қашан -1 болады? Біз 2 шарт орындай алмағанда. 2 шартты қай жағдайда орындай алмаймыз? Кездесу саны кем дегенде 2-ге тең 2 әртүрлі сан болмағанда. Демек, код осында берген, асимптотика суалды. Осында көргенде біз бір сан үшін оның позициясын сақтаймыз. Уникалды сандарды сақтаймыз сетте. Оларды қарастырып, осы шарт менде осы сұраққа жауап тексеруде. Демек, gx size 1-ден артық болса, менде осы сан 1-ден артық рет кездесті. Демек, осы жердегі синте ол менде әртүрлі сандардың 1-ден артық кездесуінің саны. Демек, орын саны 2-ден кем болған кезде жауап -1 болады. Себебі мен 2 шартты орындай алмаймын. Ал қалған жағдайда мен осы bi элементтерін n-ге дейін шығарамын. Ал оларды осы жерде 1, 2 немесе 3, 2 деп белгілеген. Демек, осы кодта мен 1, 2 мен 1, 3 емес, 1, 2 мен 3, 2-ні орындаған. Демек, 1, 3 заңын да орындалмайды. Бізге бастысы осы орындалатын 2 заңды таңдау. Олардың қандай екені маңызды емес. Жай ғана 2 болғаны жөн. Кодтың асимптотикасы суалатын. Келесі тапсырма ол бізде C тапсырмасы, анонимный информация деп аталады. Шектеулеріне қарасақ, ол бізде 3 секунд, 512 мегабайт. Бізге n мен k бүтін сандары берілген. n бүтін саны бар, и массиві берілген. Біздің массивімізде k операция орындалған деп бір анонимді кісі айтқан. Оның айтуынша, әр операцияда x саны таңдалды, а x-тен x шарты орындалатындай.
Сосын массивті x рет сол жаққа циклдік жылжыту жасалды. Енді осы кісінің айтқанын тексеруіміз керек. Шынымен де массивке сондай операция жасалды ма? Әлде жасамады ма деп. Сол жаққа циклдік жылжытуға мысал. Демек, осында А1, А2, А-ге дейін тұрса, біз оны бір рет солға жылжытсақ, бізде А1 элементі соңына барады, қалған элементтер бірге солға жылжиды. Дек мұнда шетке шығу дейін жоқ. А1 солға жылжытса, және де осында орын болмаса, ол жай соңына барады. Массивтің соңына. Шешуі. X сол жаққа циклдік жылжыту жасалғаннан кейін, X саны массивтегі ең соңғы сан болатынын түсінуге болады. Мысалы, X-тен 1 болған жағдайда. Біз операцияны жасауға барып, операция жасауға дейін, бізде А1 бірінші элемент болып тұр. Себебі X-тен 1, позициясы да 1 индекс. Оны бір рет солға жылжытсақ, ол өзі соңғы элемент болып мұнда тұрады. Демек бізге X саны белгілі болса, жай ғана X санына массивті оң жаққа циклдік жылжыту жасауымыз қажет. Сонда К-1 операцияда болған күйге массивті жеткіземіз. Осы әрекеттерді к рет жасаймыз. Демек осында біз А1 ол бізде X-тен 1 болса, біз массивті оң жаққа циклдік жылжыту жасаса, ол бізде осында түрге оралады. Демек жай ғана сол жаққа циклдік жылжытуға кері операция ол бізде оң жаққа циклдік жылжыту. Біз мұнда сол жаққа жылжытсақ, оң жаққа жылжыту оны қалпына келтіреді. Бірақ операция кезінде n үлкен n болған жағдайда не істеу керек? Сол кісіге сенбеу керек екенін айту қажет. Демек, осы анонимді кісіге жоқ, сен айтқан дұрыс емес деп айту жөн. Себебі n үлкен n артық n бізде AX шартын бұзады. Яғни бізде n-нан артық индекс қабылданбайды. n артық n болса, n индекс ретінде қабылдауға болмайды. К операция саны 19 дәрежесіне жетуінен код баяу боламын. Мұнда мен айтқандай, осы әрекеттерді мен к рет жасаймыз деп жазған. Бірақ к-ның мәнінің тым үлкен болуы time limit деген қателікке әкелуі мүмкін. Себебі біз білетіндей, C++-те шамамен 1 секундта 3 секундта да бір 10-8 дәрежесіндей операция орындауы мүмкін. Бірақ онда 19 дәрежесі. Яғни 3 секундке ол сай келмейді. К операция саны 19 дәрежесіне жетуінен код баяу болады. Баяу болады. Бірақ бізге n-нен артық операция жасау мағынасы жоқ. Себебі содан кейін операциялар жай қайталана береді. Демек барлығы бірінші n операцияға байланысты. К тең минимум kn десек, k-ның мәні 15 дәрежесі 12-ге көбейтіндісінен аспас. Яғни ол тез. Астындағы мысалдан көреміз. К операциядан кейін бізде анонимді информатор осындай массив берсе 7-2-1. 1-ге 10 жаққа циклдік жылжыту жасағанда бізде 1-7-2 массив шығады. Онда x-тен 2 деп алсақ, 10 жаққа жылжытамыз. 7-2-1 деп бірінші операцияда болған қалпына ораламыз. Яғни ары қарай болатын жағдайлар бізде қайталана береді. Себебі соңғы элемент қайталанса, біз қайтадан осы екінші операцияда болған халге жетеміз.
мына асимптотика сауатының болады. Қарасақ біз A массивін толтырамыз. Бұл окей айнымалысы ол бізде осы кісіге сенуге бола ма болмайтынын белгілейді. Біріншіден біз x-тің позициясы n-1 белгілейміз. Апос артық n болса, осы адамға сенуге болмайтынын белгілейміз. Әрі қарай операцияларымызды жүргізбейміз. Себебі оның мағынасы жоқ. Маңызы жоқ. Егер де осы позицияны біз бұрында қарастырсақ, жай ғана циклден шығамыз. Себебі әрі қарай орындалатын операциялар бізде қайталана береді. Және де оларды қарастыруға ешқандай маңызы жоқ. Мысалы, осында бірінші операцияда менде позиция n-1 болды. Екінші операцияда позиция менде n-2 болды. Үшінші операцияда ол қайтадан n-1-ге тең болды. Яғни, әрі қарай мен операцияларды жасамауыма болады. Себебі мен оның алдында n-1-ді қарастырамын. Демек, n-1-ге қайтадан қарастыру ол бос операциялар. Олардың маңызы жоқ. Мен оны осында дәлелдегем. Онға циклдік жылжыту орнына мен тек қана позицияны жылжытамын. Яғни маған барлық массивті көрсету не жылжыту керек емес. Маған тек қана осы соңғы x санының мағынасын, оның мәнін білу қажет. Сол үшін мен тек қана соңғы санның позициясын сақтаймын. Индексі. Осында постен пос азайту апос. Себебі мен оң жаққа апос санына циклдік жылжыту жасаймын. Ол циклдік жылжыту болғанымен мен оны n модуліне аламын. Және де минус сандар шықпасын деп, өйткені циклдік жылжытуда мен шектен шықсам, оның соңына сан қоямын деген асыру үшін мен мұнда плюстен n деп жаздым. Соңында осы кісі қайта айтсам мен yes деп шығарам, жалған болса no деп шығарам. Осы есептің шешімі. Тағы айтып кететінім, сізге талдау түсініксіз болса, сіз оны Codforce сайтына кіріп, соревнование басып, деп соревнование div2 таңдап, мұнда выборай басасыз. Әрі қарай топ 3-8 іздейсіз, YT басасыз. Мұнда есептен шарттармен таныса аласыз, задача басып. A, B, C, D, E тапсырмалармен. Мұнда анда массивтердің элементтердің санына деген шектеулерді осы сайтында көре аласыздар. Және де орыс жоқ, ағылшын тіліндегі талдауларды осы жерден табуға болады. Осы жерде тіпті есептердің сапасын бағалауға болады. Демек, жақсы есеп, орташа есеп, жаман есеп деп солай белгілеуге болады. Авторларында есеп шарт бойынша сұрақ қоя аласыздар. Және де басқа қатысушылардың кодтарына қарай аласыздар. Мысалында бір бала осындай код жазған. Назарларыңыз үшін рахмет.
сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, осы телеграм каналына кіріп, осы есепте тақау чат, оған бір өзіңіз ұсыныстарыңызды, сұрақтарыңызды жаза берсеңіз болады. Осы есептерді талқылау чатына мен жауап беремін. Және де есептерді талқылау каналына мен презентацияларды жүктеймін. Сау болыңыз.